Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін мен Қытай сайттарынан келген товарларыма распаковка жасаймын. Ең алдымен видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, комментария жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Және қоңыраушаны бассаңыз, сізге менің каналымдағы видеолар, жаңа видеолар шыққан сайын сізге хабарлама келіп тұрады. Мінекей мен бүгін 10 күнде қолыма келген товарымды распаковка жасап жатырмын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл балаларға арналған горшок. Горшок өте сапалы пластиктен жасалған, мүлдем иісі жоқ. Және де бұл біздің Қазақстанда өте қымбат тұратын горшок. Примерно бір 10 мың, 9 мың теңгедей тұрады. Сидушкасының өзі осындай жұмсақ, өте ыңғайлы, және де ішіндегісі алынып салынады. Сонымен қатар щеткасы бар, ішін тазалап жуғанға комплект болып келген екен. Ал мына салафанды маған сатушы сыйлық ретінде жіберіп жүрген деп түсіндім. Өйткені мен заказ берген кезде бұндай салафандар болған емес. Су жоқ кезде, су болмай қалған кезде осылай салафанды орнатып баланы дәретке отырғызса болады екен. Міне астында таурмызы бар, өте керемет болып келді. Каспидегі бағасымен осындай. Келесі распаковка менің тоже қызыма арналған. Мен бұндай сапалы ыдысты Каспиден де бүкіл Қазақстанның детский посуда сататын жерін бәріне қарадым. Қазір Қазақстанда барлық жерде бамбук, пластик, не болмаса силиконовый ыдыстар болып тұр. Маған ондай ұнамайды, өйткені қанша силикон болсын, қанша пластик болсын, ол өзінің кері әсерін береді. Сол үшін мен осы Қытайдағы жапондық технологиямен жасалынатын осындай керамикалық ыдыс таптым. Өте керемет, осыны өте көп күткен болатын, келгенше асығып. Сапасы керемет, түрі де әдемі. Міне өздеріңіз сапасын көріп тұрған шығарсыздар. Осындай кішкентай тамақ ішетін ыдысымен, және де осындай кружканың астындағы тарелкасын заказ бердім. Бұларды бір магазиннен бөлек-бөлек заказ бересіздер. Бұлар комплекті болып жүрмейді. Өздеріңіз өстіп заказ беріп, комплекті қып жасап аласыздар. Енді сапасы өте керемет. Керамиканың аты керамика ғой, қыздар. Көріп тұрсыздар ма? Анау роспистердің бәрі қолдан жасалған, суреттердің бәрі қолдан салынған, кәдімгідей ручная работа бұл. Жуғанда да кетпейді. Мен мынандай тарелкасына қою тамақтар салып берсеңіздер болады. Мен қызыма арнап алдым. Осындай зайчик видті. Өте керемет болып келді, көңілімнен шықты. Келесі товарым, бұл менің ұл балаларға арналған трусиктар жиынтығы комплектте. Сапасы өте керемет. Мен тек қана осы сайттағы Қытайдың бір сатушысынан ғана алам, яғни бір магазиннен ғана алам. Сапасы өте керемет. Мен дәл осындай трусиктардың дәл сол сатушыдан жоқ дегенде бір 8-9 рет заказ бердім. Сатуға да алдым, өзім балаларыма да қолдануға алдым. Бұл жолы осындай шортик түріндегісін алдым. Бір упаковкада 4 штук жүреді. Сапасын өздеріңіз видеодан көріп тұрғандарыңыздай өте керемет. Тігістері ешқандай батпайды, балаға ыңғайлы. Резинкаларда қатты қыспайды. И машинкасы тұратын жері кең болып, балаға ыңғайсыздық тудырмайды. Сапасы осындай. Өте керемет, денеге жағымды матасы.
Келесі распаковка менде балаларға арналған ангорка носки, яғни шұлық 10 штук келді. Бір пачкада 5 штуктан жүреді. Сапасы өте керемет, сондай жұмсақ екен. Прям қолға ұстағанда білініп тұр, жұмсақ, сапасы жақсы екен. Ешқандай жіптері шығып, ыңғайсыздық тудырып тұрған жоқ. Мінекей, өте керемет, сапасы да жақсы. Бір пачкада 5 штук, общий 10 штук келді. Келесі распаковка менде осындай спортивный сумка. Ұлыма алдым. Мектепке дене киім салғанға өте ыңғайлы. Дәл осы магазиннен былтыр қызым алған болатын. Бұл сумканың ерекшелігі астыңғы замогы бөлек ашылады. Ол жерге спорттық аяқ киімді салып қойса болады. Мінекей, балаларға өте ыңғайлы жасалған, және де ішіндегі отсектары бөлек. Сонымен қатар сыртындағы материалы су өткізбейді. Жаңбыр жауған кезде немесе жаңбырлы қар жауған кезде киімдері су болып қалмайды. Матасы өте керемет. Келесі товарымыз бізде осындай бас киім. Бас киім өте әдемі, сапасы керемет. Мінекей, видеодан көріп тұрғандарыңыздай, іші таза хыбы екен, балалардың басын терлетпейді. Және де құлағын толықтай жауып тұрады. Вышивкасы өте әдемі тігілген, және де ерекше. Бұндай бас киімдер бізде Қазақстанда өте қымбат деген магазиндерде ғана сатылады. Тігістердің бәрі өте керемет тігілген. Келесі бізде мына колготкалардың бәрін бір магазиннен заказ бердім, яғни бір сатушыдан. Өйткені қаншама заказ бердім, тек қана бір сатушыдан ғана, бір магазиннен ғана заказ берем. Өйткені проверенный, алып көрген магазиннен ғана заказ берем. Сапасы өте керемет. Қазіргі сезонға, күзге арналған жақсы. Осындай гамаш, начос гамаштардың түрлері. Мынаның кішкене подтяжкасы бар, балаға ыңғайлы. Иығын асып қоясыз. Жаңағы резинкасы да ыңғайлы, жұмсақ, баланың иықтарын ауыртпайды. Зато бұтына киген жаңағы гамаш колготкілері балалардан түсіп қалмайды. Келесі бізде қыз балаларға арналған двойка түрлері. Микровельветтен жасалған, сапасы өте керемет. Дәл қазіргі сезонға кигізсе де болады, немесе қыста кигізсе де болады. Сапасы міне видеодан көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып келді. Бұл таза микровельвет екен.
Келесі бізде осындай қыз балаларға арналған колготки 2 дана келді, 4-6 жасқа арналған. Бұл колготкилар қысқа арналған, не болмаса суық күзге, көктемде суық болады ғой, сол кезде кисе болады. Ішінде начосы бар екен. Сапасы деген өте керемет, матасы тығыз орналасқан. Келесі бізде шалбар, тоже микровельветтен жасалған, начосы бар. Сапасы өте керемет, қатты ұнады. 130 размер заказ берген, қызыма дәл келді. Осындай начосы бар. Прям сапасы ұнады бізге. Жақсы сапада келді. Ал енді бұл товарымыз бізде хомут, күзде, көктемде қыз балалардың мойнына шарф сияқты кигізіп, жұқа курткалар сыртынан кигізсе болады. Мойны жабық тұрады. Енді қалың емес, жылы жақтың қыстарына да жарай береді. Бірақ та в основном сол күзде, көктемде кигізсе жақсы. Водолазка сияқты мойнын жауып тұрады балалардың. Сапасы да керемет. Келесі товарымыз бізде мектепке арналған безрукавкалар. Сапасы өте керемет. Осындай темно-синий заказ бердім 2 балама деп. Өте қалың емес, өте жұқа емес, средний сапада заказ бердім. Қазір мектептерде қысты күніде өте жылы, сол үшін қалың берген жоқпын. Өйткені балалар терлеп кетем екен деп. Тігістері өте керемет жасалған, бізге ұнады. Келесі бізде қыз балаларға арналған осындай 2 трусик. Матасы өте керемет, ішінде подкладкасы бар. Және де маған ұнағаны высокий посадтық қыз баланың кіндігін полный жауып тұрады. Матасының сапасы деген керемет. Неге өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Келесі бізде осындай двойка. Бұл балаларға арнап заказ беріп көрейін деп бердім, 100 деген размерді бердім. Бұл магазиннен ең алғашқы рет заказ беріп тұрғаным. Тексеру барысында тексеріп көрейін деген сияқты, сапасы қандай болып келеді екен деген сияқты тексеріп көрдім. Тігістері жақсы, бағасына сай. Енді бұл өте арзан товар болғандықтан кейде жіптері шығып тұрғанын байқалады. Бірақ өзінің сапасына, качествосы сай екен. Келесі бізде тағы да шұлықтар, яғни нәскилер балаларға арналған. Осындай нейтральный цвет заказ бердім. Ұл балаға да, қыз балаға да кие береді деп. Сапасы өте жақсы. Мінекей качествосын видеодан көріп тұрсыздар. Өте жұмсақ, ыңғайлы, артық ешқандай жібі шығып тұрған жоқ. Балаға мешать етеді деп ойламаймын. Өте керемет сапада келді. Келесі бізде ұл балаларға арналған осындай күзде, көктемде кигенге кофточка. Сапасы жақсы, бағасы да арзан. Біздің көңілімізден шықты. Үйге кигенге, есік алдына ойнауға кигенге болады. Келесі бізде тағы да шұлықтар. Бұл шұлықтар примерно бір 2,5-2 жастағы балаларға арналған. Бұл носкидің ерекше маған ұнағаны табанында осындай тормозной силиконовый резинкасы бар екен. Яғни балалар ары-бері жүгіріп ойнаған кезде жығылмайды. Сапасы өте жақсы, материалы тығыз орналасқан. Сонымен қатар кішкене тонкилау начосы бар екен. Бұл жерде штуктап жүреді. Мен 4 штук бірақ заказ берген бір сатушыдан. Көңілмен шықты. Сапасы керемет. Келесі распаковкам қыз балаларға арналған осындай қыстық камаждар. Ішінде начосы бар. Өте әдемі, түрі де әдемі, сапасы да әдемі болып келді.
осымен распаковка бітті. Достар, менің видеом ұнаған болса, аямай лайктарыңызды басып, комментарий жазып, және де қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің қазақша каналымды қолдап кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздермен болған Мәдина қыздарыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.